Сәлем достар, біздің оқырмандар, көрермендер, біз бүгін тағы да бір жазушы ағамыздың үйіндеміз. Сіздер білесіздер, бізде Зумар баспа үйі бар, игілік журналының жаңа бір кітаптың тарихқа енуіне үлес қосып жатырмыз, баспа керек. Біреуін алыңыз енді. Сен жазған кітап. Бісміллә. Мен керемет тамыры тереңге жайылған Қошымұлы Имаш әулетінің есептеген тамаша бір кітап жарық көрді. Әмин. Мінекей қараңызшы, бұл да бір үлкен бір әулеттің тарихы, ұрпақтар сабақтастығы осымен жалғасады. Өзі жазған, кәдімгі қол көз дәптерге өзі қолмен жазған, біз компьютерден теріп, баспа бетінен өткізіп жатырмыз. Мінекей тамаша кітап жарық көрді. Тағы да бір естелік біздің мемлекеттік архивімізге. Елдің құрметті сыйлы, құрметті осындай елге үлгі болатындай жұмысын алға баса берсін керемет дұға екеуінің. Меруертке мың рахмет айтамыз, алғыс айтамыз. Әрине маңызы бар күні мен бір кішкене сарқып бергім келеді. Біз дағылым келеді. Мынау енді алтын сақина. Әдейі барып өткенде Дима екеуміз атаң үшеуміз барып базардан алдық. Күшті. Дәл олардың шығар деп ойлаймын. Ой, Дина күшті анда барат, мұнда барат. О, Міне, ешкі алып жүр, мынау енді көйлек тігіп ки, осыны күшті.